айтып отыр. Сенбе жұртқа тұрса да қанша мақтап. Әуретеді ішіне қулық сақтап. Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап дейді. Абай өте қазір заманның ақылын айтып отыр да. Қазір біздің сенетін екі ақ нәрсеміз болу керек. Ол біздің еңбегіміз және ақылымыз. Осы еңбек пен ақыл бізді алып шығады екен. Яғни біздің адамшылық абыройымызды сақтап, отбасында, ағайын туғанның алдында, бүкіл қоғамның алдында еркектің абыройы тек қана осы өзінің еңбегі мен ақылына жүгінген кезде ғана пайда болады екен. Әйтпесе қазіргі кезде қаншама мысалы біздің отбасыларымызда неге еркектің қадірі жоқ? Өйткені еркек мал таппағаннан кейін әйелдің алдында ол қадірі болмайды. Сондықтан қазіргі кездегі негізінен біз ақырын осы нақты ер адамның жаңағы отбасындағы қадір болу үшін ол кәдімгідей оның өзінің тарихи қалыптасқан өзінің ролін біз түсіндіріп беруіміз керек, және әркім соны өзі орындау керек. Ол үшін біз еркектерге рухани имани тәрбие беру керек балаларға жастайынан. Осыны біз бойына сіңірсек, Құдайға шүкір, біздің қазақ өзі талантты ғой. Менің ойымша бәрі орнына келеді ғой деп ойлаймын.